Қаламыздың кішкентай тұрғыны Даша Низоваға шұғыл түрде көмек қажет. Ми ісігі, эпилепсия, сал ауруы бұл кішкентай бүлдіршінге қойылған диагноздардың бір бөлігі ғана. Низовтар отбасының жарасын біршама жеңілдету мақсатында қаламызда Яна Богованың қайырымдылық кеші өткізілді. Кеш Нұр Отан партиясының мұрындық болуымен өтіп отыр. Этот благотворительный концерт. Бұндай қайырымдылық кештер біз 2011 жылдан бері үнемі өткізіп отырамыз. Жалпы бұл Яна Богованың 7-ші қайырымдылық кеші. Биыл да бұнымен тоқталмаймыз. Енді қаламен қатар облыстарды қамту көзделуде. Я даю сольный автор. Мен үнемі осындай қайырымдылық кештер ұйымдастырып отырамын. Кішкентай Даша Низованың анасы келіп көмек сұраған соң бас тарта алмадым. 3,5 жасар Дашаға бұндай ауыр диагноз 5 айлығында жасалған екпеден соң қойылған. Одан бері 3 жыл өтті. Дашаның жағдайы әлі де ауыр. Анасы Вера қызына күнделікті массаж, түрлі гимнастикалық жаттығулар жасайды. Бұл баланың ауыр жағдайын біршама жеңілдететін сияқты, анасының айтуынша. Бірақ Даша өздігінен жүріп тұру үшін Германияда ота жасату керек екен. Қажет сома 50 000 евроны құрап отыр. Бүгінгі кештен 2 миллион теңге қаражат түседі деп жоспарлап отырмыз. Бұл бізге жақын арада Астана қаласында өтетін ем үшін қажет. Шара барысында жүректі тебірентер әндер орындалып, суретші Игорь Поляковтың ұсынған суреттері саудаланды. Жалпы көптің көмегімен кеш барысында 549 000 теңге қаражат жиналды. Енді бұл ақшаны Дашаның анасы Астана қаласында өтетін емге жұмсамақ.